Можете начинать, Жомарт мырза. Ал, қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Және де бізде осы бүгінгі кештің қонақтары. Бүгін алғаш қатысып отырған бізде қонақтар бар шығар. Алдымен мен өзім таныстыра кетейін. Менің есімім Жомарт болады. Осы Алматы қаласының тұрғынымын. Қазіргі сіздерге Cordial Care компаниясының маркетинг жоспарымен таныстырушымын. Осы компанияның серіктесімін. Қазір сіздерге біздің Cordial Care компаниясының маркетинг жоспарымен таныстыруға сіздерге ниет етіп отырмын. Енді бізде Cordial Care компаниясын қонақтарымызға арналады бұл нәрсе. Мен сіздерге аударып берейін. Cordial Care деген бізде жүректен жүрекке деген мағынаны береді. Біздің осы Cordial Care компаниясы бұл халықаралық үлкен компания, сұлулық пен денсаулыққа арналған. Енді бұл біздің компаниямыз 2019 жылы желілік бизнес болып, осы саласы өмірге келген. Шын мәнінде бұл үлкен холдинг. Бұл кәдімгідей үлкен холдинг, 6 салада жұмыс жасайтын. Енді біздің основатель компания деп атамыз ғой. Енді біздің құрылтайшымыз осы сіздердің алдарыңызда көріп отырғандай Нұрғиса Байболатов мырза. Бұл кісі біздің Cordial Care компаниясын бастап отырғанына міне 6-шы жыл болып жатыр. Өзі 20 жылдық тікелей сатылымда өте үлкен маман. Былайша айтқан кезде, орысша айтатын болсақ, профессионал своего дела дейді ғой. Сол секілді бұл кісі үлкен маман. Енді бұл кісі бір емес 2 жоғарғы оқу орнын қызыл дипломмен тамамдаған азамат. 3 тілде еркін сөйлейді. Біздің мақтанышымыз. Негізінде жастарымыз енді тілді көп біледі ғой, бірақ енді бұл кісі осындай жаста қазір 3 тілде еркін сөйлейтініне бізге өте қуанатынымыз. Шет мемлекетке шыққан кезде бұл кісі барлық договор, соглашение қандай түрі болса да өзі еркін соның бәрін жүргізе береді. Ешқандай ортада делдал, переводчик деген нәрсені алып жүрмейді. Сол себепті бұл кісі өзі оқуға түсіп, және де өзі күшімен қызыл дипломға тамамдаған үлкен тұлға, былайша айтқан кезде. Бұл кісі жайлы айтатын болсақ өте көп. Сол себепті бұл кісінің құндылығын осы кісімен бірге серіктес болып жұмыс жасап жүрген кісілер ғана біледі. Біз кешімізді ары қарай жалғастырайық. Cordial Group көрдіңіздер ме? Бұл 6 салада жұмыс жасайтын үлкен холдинг. Біріншісі бізде міне ол үлкен ЖК-лар салады. 2002 жылдан бері Қазақстан нарығында өте аяғына нық тұрған мықты холдинг. Үйлері өте сапалы, премиум класс деп атамыз ғой. Өте жоғары және де өте мықты үйлер салынады. Және де осының алдында мен айтып кеткендей, development деген нәрсе бұл ортадағы делдал застройщиктар емес. Бұл өздері нольдан бастап жерден алып, жер сатып алып, жерге документ жасап, соған бүткіл схемасын, архитектурасын бәрін жасап, одан кейін барып бүткіл застройканың бәрін под ключ жасайтын өздері. Сол себепті бұлар өте тиянақты, аттарына ешқандай кір келтірмейтін сондай мықты компания, холдинг. Екінші саласы бізде немен айланысады? Екінші саласы бізде Cordial Fitness дейміз, Lifestyle и спорт дейміз. Бұл бізде енді былайша айтқанда фитнес клубтарды білесіздер ғой, сондай
Екінші саламыз осындай. Үшінші саласы бізде таза су. Әрқайсымыздың үйімізде фильтрларымыз бар, таза су ішетін. Бірақ енді бұл жердің фильтрларының сапасы ерекше деп айтқым келеді. Неге десеңіздер, бұл жерде бір емес екі кран ағып тұрады да, біреуінен щелочной су ағып тұрса, денсаулыққа өте пайдалы. pH жоғары, щелочной су ағып тұрса, екіншісінен күміс су ағады. Серебряная вода дейміз ғой, сол күміс су ағады. Одан кейін бұл тағы бір саласы бар. Бұл енді шаңсорғыштармен айланысады, қымбат, сапалы, брендовый кәдімгідей шаңсорғыштар. 750 мыңнан кәдімгі миллионға дейін тұратын мықты шаңсорғыштармен айланысады. Енді бір саласы бұның ортопедтік жастықтар, білесіздер. Ортопедические подушки дейді. Бұл кәдімгідей адамның ұйқысын, мойын омыртқасын бәрін ретке келтіретін керемет брендовый жастықтар. Сондаймен айланысады. Енді бір саласы бұл әдемілік пен және де денсаулық. Әдемілікті енді өздеріңіз білетін болсаңыздар, Корея мемлекеті әлемдегі ең мықты сұлулық жағынан, ең косметика және косметика жағынан ең мықты мемлекеттің бірі екенін білесіздер. Сол себепті біздің осы Cordial Care, жүректен жүрекке деп атап, осы сала, желілік саланы біз Корея косметикалармен айналысамыз. Және де сол оңтүстік Кореяның денсаулыққа арналған өнімдері. Бұл бізде, міне мынаны ары қарай алатын болсақ, мына бізде міне Cordial групптың ЖК-лары. Бұны YouTube каналдан көрсеңіздер болады, қандай ЖК-лар салғаны. Өте сапалы. Қазір алдымызда тағы айта кетем, осы тұрғын үй программасы бізге қосылып атқан жайлы. Бұл біздің желілік бизнеске тікелей қатысы бар. Енді міне мынау бізде қазіргі таңда міне не үшін біз осы Cordial Care компаниясын таңдаймыз? Бұл жерде өзіміздің міне плюстеріміз бар. Неге десеңіз, желілік бизнеста бұл өте үлкен 5-6 салада жұмыс жасайтын үлкен Cordial Group, аяғына қазір ғана айтып кеткен нық тұрған және де нарықта өзін дәлелдеген үлкен холдинг, үлкен компания. Екіншісінде косметика және ағзаларымызға өте пайдалы, қалай айтсақ болады, бат түрлері. Негізі бұл батқа да жатпайды шын мәнінде. Пищевые добавки дейді ғой. Сондай. Оңтүстік Кореяның. Енді бұл жерде бізде оңтүстік Кореяның бұл өнімдерінде қарап отырсаңыз, мен көп, практически 90% өнімдеріміздің бәрінде, коробкаларында кәдімгідей одобрено Министерством здравоохранения Южной Кореи деген печатімен тұр. Әр коробкасын қарап шықсам. Өйткені оңтүстік Кореяның мына денсаулыққа бағытталған министрлігі өзінің мөрін қойған. Ол не деген сөз? Өзінің халқына ұсынған. Осы өнімдерді қолданыңдар. Сол кезде денсаулықтары мықты болады, және де жұмысқа жарамды боласыңдар деген үлкен өздерінің мөрлері. Одан кейін бізде мына современный гибридный маркетинг дейді. Бұл бізде гибридный маркетинг дегенімізді оны қалай түсіндірейін сіздерге? Мысалы, маркетингтің өзі 4 түр болады. Классикамен жұмыс істейтіндер болады, бинар болады, одан кейін матричный болады деген сияқты. Одан кейін гибридтің түрлері болады. Енді біздікі гибридный маркетинг, бұл жерде классика мен бинар екеуі қосылып тең жасалған. Неге олай десеңіздер, біз компаниямызды ұзақ мерзімге және де тұрақты аяғына нық тұрып, ертең қайтадан маркетингті төмен қарай өзгерту болмасын деп осындай гибридный маркетинг шығарған. Енді мына эксклюзив Кёвон дейді. Бұл бізде оңтүстік Азияда негізінде Қазақстанмен тікелей байланыста тұрған үлкен біздің
партнеріміз Корея мен және де Қазақстан ортасында нарықта тұрған Кёвон үлкен завод. Бұл завод, шынымды айтатын болсам, ана жолы мен ютубтан қарадым, бұл завод біздің үлкен бір аудан кәдімгідей. Мысалы, Талғар қаласын кім біледі? Вот Талғар қаласы сияқты ма, сондай үлкен жерді алып отырған оңтүстік Кореяда үлкен завод. Сол заводпен тікелей жұмыс жасап отыр біздің компания. Бұл жерде өздерінің научно-исследовательский лаборатория дейміз ғой. Ол научно-исследовательский лабораториясында қарап отырсам, ананың ішінде білмеймін, бір 400-дей деді ғой деймін, қателеспесем, 400-дей докторлар жұмыс жасайды лабораторияның ішінде. Қаншама профессорлар жұмыс жасап отыр. Әр салалары әр жерде орналасқан. Ана деген бір 10-15 этаждық үлкен зданиялар, солардың ішінде үлкен лабораториялар. Сол себепті бұл өте аяғына нық тұрған, баяғы 1980 жылдан бастап істеп келатқан үлкен алпауыт кәдімгідей мықты завод, әлемге әйгілі. Енді сол заводпен тікелей біз Қазақстан бойынша бүткіл Центральный Азияда біз солардың серіктесіміз. Одан кейін, мысалы, бұл жерде бізде өсім бар және үлкен мүмкіншіліктер бар бұл компаниямызда. Енді Cordial Care продукцияларымен сіздерді өнімдерімен мен таныстырып отырғым аса келіп отырған жоқ, өйткені өнім жайлы, өнімнің маманы бізде күнде сабақ береді. Мен бұған уақытымды өлтіргімге отырған жоқ, мен одан да сіздерге табыс көзін айтып беруге уақытымды соған жұмсайын. Бізде енді сертификаттар, қандай сертификаттар түрлері бар? Халықаралық қай компания алдыға мықты қазір көшбасшы болып жатыр? Қандай сертификаттарды білесіздер өздеріңіз? Сол сертификаттардың бәрі біздің өнімдерде және біздің компанияның бәрі қамтылған. Неге десеңіз, енді ISO-ның білесіздер, ISO-ның қанша түрі бар екен? 1401, 9001 деген сияқты. ISO-ның түрлері көп. ISO сертификаттарының почти бәрі, бұның бәрі качествоға неге арналған? Осы ISO сертификаты, HSP сертификаттары, GMP сертификаттары, бүткіл косметикаға арналған отдельный бір косметический сертификаттар болады. Солардың бәрімен қамтылған. Халяль сертификаты бар бізде. Енді міне мына заводтың, көріп отырсыздар ма, мынау енді сіздерге бір несі ғана көрініп тұр бұл жерде. Әйтпесе бұл завод кәдімгідей үлкен ауқымды жерлерді алып отырған үлкен завод. Бір жерінде мысалы косметика шығарып жататын болса, басқа жерінде басқа нәрселер шығарылып жатады. Өйткені бұл заводта кәдімгі әлемге әйгілі брендтер осы заводтан өнім шығартады. Шанель, Диор, білесіздер ғой, өңкей мықты брендовый косметикалар және де сулар үстіге себетін, соның бәрі осы заводта шығарылады. Міне, біздің косметикалардың түрлері, қандай түрлері бар екен, бізде көріп шықсаңыздар болады. Бұл бізде теріге арналған және сұлулыққа, беттегі пигментный пятналар дейді, после родов қалатындар бар, біреуде күннен қалатындар бар, бауырдың әсерінен қалатын пигментный пятналар болады. Солардың бәріне арналған және де тері ауруларына қатысты өңкей мықты косметикалар бар. Енді мына кальций өнімімізді білесіздер, бұл кальций деп біз атаймыз. Шын мәнінде бұның аты кальций емес, бұл жерде кәдімгідей 5-6 микро-макро элементтердің қоспасы. Кальций бұл жерде біз енді постсоветский мемлекеттерде көбінесе біз кальцийдің не екенін жақсы білеміз. Сүйекке мықты арналған, біздің бүткіл сүйек, тістеріміз, шаштан бастап аяғымыздың ұшына дейін кальций керек екенін бәріміз білеміз. Сол себепті в основном уклонды кальцийді жасаймыз. Бірақ сол кальцийді именно бойымызға сіңдіретін ең основной элементтер не? Оның ішінде D3. Міндетті түрде, егер бойыңызда D3 жоқ болатын болса, сіз шелектеп отырып осы кальцийдің түрін ішсеңіз де, ол сіздің бойыңызға сіңбейді. Қалай іштіңіз, солай дәрет арқылы шығарып тастап отырасыз. Сол себепті бұның бәрін бойыңызға, әр жасушаларыңызға апаратын
элементтер бул D3 және де bunun ішінде магний да тура сол жұмысты атқарады. Цинк бар, сонан кейін тағы да марганец бар. Осындай қоспалар. Міне мына жерде көріп отырсыздар, GMP печать и астында кәдімгі бағанағы мен айтып кеткен оңтүстік Кореяның Министерство здравоохранениенің мөрі тұр. Мынау енді біздің коллаген. Коллагенді енді өздеріңіз білесіздер. Бұның ішінде бұл не үшін арналғанын, бұл біздің синовиальный жидкостьтер дейді ғой. Көбі бізде жасы келгендер де бар, келмегендер де бар. Буыннан кетеді. Сол буындағы синовиальный жидкостьқа кәдімгі мыңда бір ем деп айтсақ та болады, осы коллагеніміз. Оның үстіне біздің қазақ халқы, біздің менталитет көбінесе животный происхождение коллагендерді қолданамыз біз. Малдан жасалған, сиырдан, жылқыдан, сондай нәрселерден жасалған коллагендерді көбінесе біз қолданамыз. Бірақ ол коллагендер біздің адамның ағзасына сіңуі өте қиын. Өйткені сіздерді егер научный айтатын болсаңыздар, сіздердің жасушаларыңызға ана коллагеннің сіңуі өте қиын болады. Ал мына водорослийден жасалады ғой, балықтан, судан, сондайлардан жасалған коллагендер бағанағы жасушаларға тез және 100% сіңіп кетеді. Сол себепті біздің таңдауымызда осы компанияның осы коллагендердің ішіндегі ең сапасы жоғары және сіңімділігі 100% болғандықтан осы коллагенді таңдап отыр. Және де ары қарай міне бізде Cordial Care компаниясының маркетинг жоспарымен таныстырғым келіп отыр. Енді маркетинг ақша қызық емес деген адам, өзі мен баяғыда бір ұстазым айтушы еді, ақша екі адамдарға қызық емес деп. Біріншісі ол кішкене жүйке жүйесімен ауыратын және де кішкене психикалық ауытпалы адамдарға қызық емес болуы мүмкін дейді. Және екіншісі миллиардерлерге дейді. И то миллиардерлер всегда ищут новые возможности дейді. Жаңа бір нәрсені көріп, жаңа нәрсені үйреніп, сол жерден табыс көзі болатын болса, миллионер, миллиардерлер ондай мүмкіншілікті ешқашан жібермейді. Сол себепті бүгін міне сіздерге маркетинг жоспарымен таныстырғым келіп отыр компанияның. Бізде міне 9 кіріс көздері бар компанияның. Енді маркетинг план деген нәрсеге келетін болсақ, бір нәрсені ұғыңыздар. Маркетингтің, мен әрқашан айтам, ашық түрі және жабық түрі болады. Ашық түрі осы желілік бизнестерде ғана айтылады. Ал басқа жалдамалы жұмысқа баратын болсаңыз, мысалы банкке жұмысқа орналасуға баратын болсаңыз, ол жерге барып охранасына болып, немесе пол жуып, немесе менеджер болып отыратын болсаңыз, сізге ол маркетингті айтып бермейді. Өйткені сіз ол жерде жалдамалы жұмыссыз. Таңнан кешке дейін жұмысыңызды істейсіз, определенный бір табыс көзіне ғана бағытталып, сізге соны төлейді, болып кетесіз. Ал шын мәнінде ол жерде, ал мына жерде сізге не үшін бұл маркетинг планмен таныстырады? Бұл не үшін ашық? Өйткені сіз бұл жерде жалдамалы жұмыскер емессіз. Сіз кәдімгідей серіктессіз. Бұл компаниямен бірге серіктес құрып отырғандықтан вы наравне дейді ғой, тепе-теңде серіктестік дәрежесінде болғандықтан сізге қандай табыс көздері бар бұл компанияда. Мысалы банкте сіз деген жұмысқа барсаңыз, сізге айтып түсіндірмейді ғой. Кәлі ғой бергел деп, сіз менеджер болып келсең, немесе бір кассир болып келетін болсаң, бізде осыншама табыс көздері бар, так, мынау-мынандай деп сізге айтып отырмайды ғой. Оларға зачем это нужно? Сізге определенный одан да бір зарплат қотырысып қойып, соны төлегендері абзал болады. Ал енді мына жерде сіз деген без ограничения ақша тапсаңыздар болады. Сол себепті сіздерге бұл табыс көзін жік-жігімен кәдімгідей талдап береді. Оны мамандарға жолығатын болсаңыз, міне біз сияқты осындай мамандар сіздерге әрқашан осыны сүйегін шағып, кәдімгі майын іштіртіп, сіздерді үлкен табыс көзіне жетелейтін осындай презентацияларды әрқашан айтып беруге дайынбыз. Енді бізде міне 9 бағана айтып кеткендей 9 табыс көзі бар. Оның ішінде 5 пакет бар. Қай пакетті таңдап кірем десеңізде, енді мен айтып отырмын ғой, бұл презентациямыз бізде көбінесе новичоктарға арналады, жаңадан келген адамдар түсінбеуі мүмкін. Сол себепті біз сіздерге қалай серіктес боламыз деген сұраққа жауап,
Қалай біз сіздермен бірге серіктес болып сіздердің компанияларыңызда жұмыс жасауымызға болады? Біз бизнес бастағымыз келіп отыр деген адамдарға арналатын осы менің жауабым. Бізге қалай серіктес боласыз? Осы 5 пакетіміз бар. Осы 5 пакеттің қай-қайсысын таңдасаңыз да сіз бізбен бірге серіктес боласыз. Енді 45 мыңның пакеті бар, міне алдарыңызда тұрғандай 90 мыңның пакеті бар, 180 мыңның және 270 и 360. Бұлар көрдіңіздер ме? Бағалар әртүрлі. Енді бұлардың не үшін бағалар әртүрлі? Мысалы, өздеріңіз білесіздер, 45 бұл лайт пакеті. Бұл жерге не аламыз? 45 мыңға қандай өнім келеді, соны өздеріңіз таңдап аласыздар. Бұл жерде арнайы сен 45 мыңды төледің, пожалуйста, мына өнімді ғана аласың деген әңгіме жоқ. Сіз өзіңіз келесіз да таңдап аласыздар. 90 мың теңгеге де тура сол секілді. Бұл бізде старт пакет, старт, бастама. 180 мыңға сіз медиум пакетін аласыз. VIP пакетте бұл жерде 270 мыңның өнімін аласыз, өзіңіз таңдап. Ең үлкен пакет бізде премиум пакет, 360 мың теңге. Енді бизнеста болмаған адамдар, көбінесе найымда жұмыс істеген адамдарға мен әрқашан өзім ұсыныс айтатыным, желілік бизнесқа келетін болсаңыз, әрқашан егер ұтыста болғыңыз келсе, үлкен пакеттерді таңда деп айтамын. Неге десеңіз, үлкен пакеттің қай бағана 9 вид доходты көрсеттім ғой, сол жерде 9 кіріс көзінің бәрінен де сіз ұтыста боласыз. Өйткені сіздің мына кіріп отырған ақшаңыздан ақ белгілі ғой. Сіз 360 мыңның өнімін алып кіріп отырғандықтан сіздің уже табыс көзіңіз үлкендеу болады. Осымен бастау керек. Ал енді ақшасы болмай 45 мыңым бар, осымен кіріп бастасам бола ма дегендерге әрине дейміз. Әрине. 45 мың теңгемен де бастауға болады бизнесті. 45 мыңмен кіреді де, апгрейд деген бар бізде, бір пакеттен екінші пакетке ауысуды біз сол апгрейд дейміз. Оны мысалы бүгін 45 мыңға кірдіңіз бе, сол өніміңізді кейбір адамдар болады, сол өнімін өзі ішпей біреуге сатып жібереді да, ертесі келіп тағы 45 мыңға өнім алады. Сол кезде бұл кісі 90 екінші пакетке ауысып кетеді. Сөйтіп кәдімгідей VIP пакет немесе премиумға келгеннен кейін барып өзінің бизнесін бастайтын адамдар болады. Бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Енді бізде бұлардың айырмашылығы неде десеңіздер, қазір мен сіздерге түсіндіріп беремін. Міне, бізде 45 мыңға кірген адам реферальный бонус, бұл жерде бізде ең бірінші бонус түрі реферальный бонус. Реферальный бонус дегеніміз біздің өзіңіздің жеке шақырып келген немесе біреуге ақпарат берген адамыңыз ертең сіздің ақпаратыңыз бойынша, сіздің ұсынысыңыз бойынша келіп өнім алатын болса, сізге сол адамнан қанша мыңға алса да, содан сізге түсетін табыс пайызы. Мысалы, 45 мыңға кірген болсаңыз, сіз ертең бір адамға ақпарат беріп, сол адам келіп өнім алса, сізге сол қанша өнім алса да, содан сізге 10% түседі. Старт пакетте де тура сол секілді 10%. Мына медиумдан 15%. Егер өзіңіз VIP пакетте болсаңыз, немесе премиумда болсаңыз, бағанағы мен айтқандай, көрдіңіз бе, сіз уже 20% алатын боласыз. Сонда мен әрқашан айтатындай, вроде бір жұмысты жасайсыз, бірақ табысыңыз әртүрлі болады. Көрдіңіз бе? Сол себепті үлкен пакетті таңдауды мен әрқашан ұсыныс айтамын сол. Енді бізде екінші бонус түрі бұл бинарный бонус деп аталады. Бинарный бонусымыз бағана көріп отырсыздар ма? Мына лайт пакетте төленбейді. Өйткені біз бұны тұтынушының пакеті деп айтамыз. Жай ғана өзіне өнім алып, бизнес жасамай, жай ғана сөйтіп тұтынушы пакеті осы бізде. Бұны пионерский пакет дейсіз ба, пенсионерский пакет дейсіз ба, ол өздеріңіз білесіздер. Бұны лайт пакет, осы тұтынушының пакеті. Бұл жерде бинар төленбейді. Қалған старт, медиум, VIP, премиумда көріп отқандай 4, 6, 8, 10 төлейді. Көрдіңіздер ма? Ал енді бұндай компанияда істеп жүрген бізде серіктестеріміз біледі, 2% қандай үлкен разницаны қалай айтамыз, үлкен айырмашылық бар. Мысалы біз деген қазір сіз 10-да жүріп, 10 алып жүріп, сізге 8-ден төлейтін болса, айырмашылығын сразу сезесіз. Айырмашылығы өте үлкен болады. Сол себепті бұл жерде 8-бен немесе 10-мен бастаған өте күшті болады.
Одан кейін аптасына бізде осы бір бинарный бонустың өзінде ограничение бар. Ограничение дегеніміз бізде аптасына, айына емес, бізде көрдіңіз бе, бір айда 4 апта болатын болса, соның аптасына 5 миллион ғана төленеді. Енді бұл жерде жаңадан келген адамдарда сұрақ туындауы мүмкін, 5 миллион аптасына деп таңғалуы мүмкін. Аптасына 5 миллион емес, аптасына 10 миллион алатын адамдар болады осы бірақ бинар түрінен. Сол кезде, мысалы, сіз аптасына 5 миллионыңызды аласыз, 5 миллионы компанияға кетеді. Бұл өте әділ деп ойлаймын. Сіз сонда бір айда бір бонус түрінен 20 миллион аласыз. Енді кейбір адамдарда ішінде жаба давить етуі мүмкін, ойлауы мүмкін, қалай сонда мен 5 миллионым кейін 10 миллион тапсам 5 миллион компанияға кетеді деп. Алдымен осы 5 миллионға жету керек. Жеткеннен кейін бұл жерде бірақ бонус түрі емес, 9 вид доход бар деп айтып, тағы да жоғарыда айтып кеттім. Басқасынан таба, сіз осы бір компанияда, алла бұйыртса, үлкен чектерге шыққанда, осы бір бинардан 5 алатын болсаңыз, айына 20 алатын болсаңыз, осы бір бинардан басқа бонустарды қосқан кезде, сіз 40-50 миллион айына еркін оңай таба алатын дәрежеде боласыз. Міне, бинар дегеніміз ол қалай? Мысалы, бір адамды оң жаққа, бір адамды сол жаққа шақырған кезіңізде, осы екі адам теңескен сайын сізге ақша төлейді. Бағана қай пакетте болдыңыз? Мысалы, премиум пакетте болатын болсаңыз, оң жағыңызға бір адамды шақырдыңыз, сол жағыңызға бір адам шақырдыңыз. Қалай осылай екі адам теңесіп отырады? Сіз 10%-дан алып отырасыз. Мысалы, бұны негізі осындай онлайн сабақтарға қарағанда офлайн офиске келіп, живой бір тыңдап кеткен өте дұрыс болады да. Неге десеңіз, бұны тақтаға кәдімгідей сызып отырып көрсетіп бере аламыз да сіздерге. Қай жерден қалай түсетінін. Жаңадан келген адамдар міндетті түрде бірінші айда только офлайн сабаққа қатысу керек. Офистерге келіп. Сол кезде сіздің қадамыңыз және ақша табуыңыз өте тез болады, жылдам болады. Неге десеңіз, сіз ол жерге барғанда живой контактқа түсесіз, живой энергия ала бастайсыз, және келген кезде өз құлағыңызбен, өз көзіңізбен көріп отырасыз, неше түрлі результаттарды көресіз. Біреу келеді де бірдеңесін айтып отырады, біреу бір результатын айтып отқанда, сізде вера дейді ғой, мына сенімділігіңіз күшейе бастайды. Сосын міне кеттік ары қарай. Келесі бонус түрі бізде матчинг бонус дейді. Көп компанияларда чека деп атайды. Осыны көбі басқа компанияларда осыны пассивный доход деп келтіреді. Бізде осындай матчинг бонус бар, пассивный доход дейді. Және де әр компанияда төлеу әртүрлі. Біздің компанияда бұны 7 уровеннен төлейді, 7 сатыдан төлейді. Мысалы, бірінші саты дегеніміз ол сіздің өзіңіздің жеке шақырып келген адамдарыңыз. Екінші уровень, екінші саты ол сіздің шақырып келген бағанағы адамдарыңыз өзіне адам шақырып келеді, сол адамдар сізде екінші сатыға жатады. Үшінші саты ол кісілер өздеріне адам шақырып келеді. Сіз уже танымайсыз. Ары қарай кетеді. 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші қатарға дейін өстіп бізде матчинг бонус төлейді. Бірінші қатардан 20 төлесе, екінші қатарда сіз бағанағы бізде өз 9 мәртебе, 9 дәрежеміз бар компанияда. Әр статус ашқан сайын сізде бір неден қосылып отырады. Бір сатыларыңыз қосылып отырады. Сонда общий сізге 48% осы матчинг бонус төленеді. Көрдіңіздер ме? Бұл өте үлкен. Шынымды айтсам, мынау өте жомарттық деуге де болады да, бұл матчинг бонусты. Неге десеңіз, мен деген компанияларда 30-дан аса төлейтіні енді кем деген. Бұл жерде сіздерге 48% төлеп отыр. Енді мынау бізде міне количество PV. PV, айтпақшы сіздерге PV жайлы айта кетейін. Бұл жерде бір PV-міз біздің 300 теңгеге тең. Кірісі де, шығысы да. Көп компанияларға сіздер алданып қалуларыңыз мүмкін. Бізде бір PV 500 теңге деуі мүмкін, бірақ ол жерде кірісі бөлек, шығысы бөлек болады. Долларды сатып алсаңыз басқа бағаға сатып аласыз, сатсаңыз басқа бағаға сатасыз. Тура сол секілді бұл жерде де PV-дің кірісі, шығысы болады. Бізде кірісі де, шығысы да 300 теңге. Енді біздің ең үлкен тағы бір плюсіміз, бұны үлкен плюс деп атауға болады. Бағанағы сіз табыс көзін тапқан кезде бұл PV-мен таппайсыз. Негізінде
сіз бағанағы біздің 360 ең үлкен пакетіміз бар ғой, 360%-дан сізге бірінші реферальный бонусымыз 20% төлейді. Сол кезде сізге 72 мың теңге реферальный бонус түседі. Бинарный бір адамның өзінен 108 мың теңгедей ақша түседі. Оны сіздерге сызып тақтада көрсетіп береміз. Енді бұл PV дегеніміз не? Бұл персональная валюта, внутренняя валюта компания. Бұны біз ішкі ақша дейміз. 1800 PV жиналған кезіңізде оң аяғыңыз және сол аяғыңыздан 1800-ден жиналған кезде сіз бірінші дәрежемізді, бірінші компанияның дәрежесін ашасыз. Бұл старт деп аталады. Жұлдыз деп мағынасы жұлдыз. Енді біздің бұл PV-ларымыз ай сайын күйіп кетпейді. Бұл жинаңқы. Келесі айда, мысалы, келесі ай емес, мысалы, 1800 жинадыңыз дейік. Оны біреу бір күнде жинау мүмкін, біреу бір аптада жинау мүмкін. 1800 жинағаннан кейін ар жағында 3000-ға тағы 1200 жетпей тұр ғой. 1200 үстіне қосылған кезде сізде 3000 болады. Сол кезде сізде екінші статусыңыз ашылады. Екінші мәртебеңіз, дәрежеңіз ашылады. Бұл лидер деп аталады. Одан кейін 6000 жиналғанда бронзовый лидер, қола лидер болып аталасыз. Одан кейін 18000 жиналған кезде сіз деген уже күміс лидер болып аталасыз. 60000 жиналған кезде голд, алтын лидер болып аталасыз. Енді 300 жиналған кезде сіз халықаралық дәрежелі лидер боласыз. 600 мың PV жиналған кезде сіз топ лидер. 1 500 000 жиналған кезде сіз даймонд боласыз. Бриллиант қой, даймонд. Гаухар тас боласыз, кәдімгі үлкен дәрежелі гаухар боласыз. Енді 6 миллион жиналған кезде сіз амбассадор. Бұл енді посол, үлкен дәрежелі, біздің ең үлкен дәрежеміз осы амбассадор. Бұл дәрежелер не үшін керек бізге? Бұл дәрежеге қазір мен сіздерге алдымызда айтып түсіндірем. Бұл дәреже бізге не үшін керек екен? Міне, бағана бізде мына дәрежелеріміз 1800 жиналған кезде жұлдызды ашасыз, 3000 жиналғанда лидерді ашасыз. Енді 6000 жиналған кезіңізде бронзаны ашқаннан бастап сіздерге міне сыйлықтар. Бронзаны ашқан кезіңізде сізге компанияның 50 000 теңгелік брендовый косметикасын аласыз, өнім. Сыйақы ретінде, табыс көзінен бөлек компания сізді жұмысыңызды бағалап сізге осындай сыйлық береді. Енді қай жерде жұмыс жасасаңыз да, сіздер енді найымда жүретін көп адамдарды білеміз ғой, найымда жүрген адамдарға бір 100 теңгелік мақтау қағазын марапаттап, соны қолдарыңызға ұстатады. Енді бұл жерде 50 000 теңгенің косметикасын сіздерге еще премиум класс косметика, брендовый кәдімгідей. Соны ұсынып отыр компания. Енді екінші дәрежені ашқан, қоладан кейін бізде күмісті ашқан кезіңізде сізге 120 000 тұратын 3 ортопедтік жастықты компания сыйлық ретінде беріп отыр. Ойлаңыздар. Ұйқыларыңыз реттелсін, мына омыртқа, мойын омыртқаларыңыздың бәрі қалпына келсін. Ұйқы тыныш болған кезде бір күндік ресурсный состояниеде жүретініңіз үшін сіздерге осындай ортопедтік жастықты ұсынып отыр. Ары қарай кеттік. Сіз алтын лидерді ашқан кезіңізде сізге компания бағанағы біздің айтқан мықты су фильтрін ұсынып отыр. Бұл фильтріміз біздің 380 000 теңге тұрады. Бұны үйімде фильтрім бар, бұны қолданғым келмейді дейтін болсаңыздар, біреуге бөлек шыққан қыздарыңыз болсын, құдағиларыңызға болсын, сыйлық ретінде беретін болсаңыз, сізден үлкен мәртебелі, сізден үлкен сыйлы адам болмайды. Сол себепті бұл мынау жай фильтр емес, айтып отырмын ғой, бұл шын мәнінде әрқайсы осы компанияда істеп жүрген серіктестің үйінде тұру керек мынау. Өйткені бізге су өте пайдалы, және де біздің 72% судан тұратын болғандықтан бізге суымыз таза болу керек. Басқасынан да. Кеттік ары қарай. Халықаралық дәрежелі лидерді ашқан кездеріңізде сіздерге компания не ұсынып отыр? Бұл жерде сізге бір емес, 2 путешествие қолыңызға беріледі. Енді 5 жұлдызды қонақ үй, инклюз, все включено дейді. Сонысымен барып, бірінші қатардағы мықты қонақ үйлерге барып жайғасуларыңыз әбден мүмкін. Енді
топ лидерді ашқан кезіңізде компания не ұсынады? Топ лидерді ашқан кездеріңізде сіздерге тағы да 2 путешествие. Басында мен де ойлаған, бұл неге мына жақта көп компанияларда путешествие, бірақ путешествие беріледі. Және де ол шартымен беріледі. Мына жерде 2 путешествие беріліп тұр. Одан кейін еще тағы да топ лидерді ашқанда тағы 2 путешествие беріліп тұр. Сонда бұл қалай болып кетті дедім ғой. Сөйтсем, мына адамның санасымен есею керек екен ғой. Адамның ең бірінші бұл өмірге келген мақсаты есею, санасы есею. Біз бұл өмірге негізінде шын мәнінде дүние жинау немесе басқа бір салаларда ғана дамуға келген жоқпыз. Ең бірінші мақсат сана есею. Сана есейгеннен кейін барады да адам өзі бүткіл жетіспей тұрған салаларын өзі реттеп шығады. Сана есеймейтін болса, мысалы кішкентай бала ненің не екенін білмейді, сол секілді оның санасы есейген жоқ әлі. Санасы есейгенде ол біледі, в каком направлении развиваться. Сол секілді бізде санамыз есейген кезде біз уже біліп отырамыз, қай жерімізді қалай толтырып, реализациядан қалай өту керек екенімізді. Сол себепті мына жерде мысалы топ лидермен жай халықаралық дәрежелі лидерді ашқан кезіңізде 2 путевкамен мына жерде VIP путешествиенің 2 путевкасының айырмашылығын сол жерде сезесіздер. Бұл жерде мүлде бөлек. Бұл жерде путешествие сіздерде уже қымбат Европа болуы мүмкін, Америка болуы мүмкін. Және де бұл жерде мықты бір халықаралық дәрежелі бір мықты коучтардың сабақтары қосылып береді. Одан кейін ары қарай кеттік. Бізде келесі Diamond статусын ашқан кездеріңізде сіздерге компания сыйақы ретінде 20 миллион теңге счеттарыңызға тастайды. Бұл бағанағы табыстарыңыздан бөлек сыйлық ретінде. Қай жерде ойладыңыздар, қай жерде көрдіңіздер осындай сыйлық беретінін, автобонус бере салатынын. Көп компанияларда автобонуста 1,5 миллион, 5 миллион беруі мүмкін, бірақ қалғанның бәрін кредит немесе лизинг ретінде беріледі. Бұл жерде сізге 20 миллион беріліп отыр. 20 миллионға өте керемет автокөлік салоннан алуға қазіргі таңда өте мүмкіндік көп. Бірақ осы дәрежеге келген кезде сіздің өзі бір айлық табысыңыз үстіне қоса салатын болсаңыз, қалаған көлігіңізді, армандаған көлігіңізді барып чертіп жүріп ала салатын дәрежеде боласыз. Келесі амбассадор статусын ашқан кезіңізде сізге тұрғын үй 40 миллион баспанаға сізге 40 миллион счетыңызға бөлінеді. Сонымен өзіңіз үстіне ақша қосып аласыз ба, ерік өзіңізде. Сол, көрдіңіздер ма, бізге бағанағы статустар не үшін керек? Статустар бізге осы сыйлықтарымызды компаниядан тегін алу үшін керек. Ары қарай кеттік. Мынау структурный бонус. Бұл структурный бонус бізге не береді? Бұл және қандай бонус түрі? Енді бұл структурный бонусты шын мәнінде айтатын болсам, бұл өте бағанағы аталып өткен бонустардың бәрі өте мықты, керемет. Бірақ мына бонус ерекше бонус. Бұл бонуста сіз 7 бағанағы сатыдан алып шығасыз. Бірінші қатарыңызда, мысалы мен сіздерге бұлай математический расчетпен айтатын болсам, өзіңіз 10 адам шақыратын болсаңыз, сіздің шақырып келген әр 10 адамыңыз, сіз оларды үйретіп шығарсаңыз, әр қайсысы 10 адамнан шақыратын болса, сізде екінші сатыңызда 100 адам болады. Енді олар әр қайсысы өзіне 10 адамнан шақыратын болса, үшінші қатарыңызда сізде 1000 адам болады. Енді жетінші қатарға дейін ойлап көріңіз, қанша адам болады сізде? Енді солардың әр қайсысынан сіз енді міндетті түрде бизнесқа келген адам мына премиуммен жұмыс жасай бастайды ғой, мына премиуммен. Міне, мынамен. Сол кезде сіз әр қайсысынан ай сайын алған өнімінен 5% сізге дополнительно түсіп отырады. Сонда сіз бұл білесіздер ме, қандай табыс көзі екен? Бұл компанияны да және сізді де ешқашан артқа табысыңызды азайтпайды. Бұл прям түскен кезде, қомақты түскен кезде сіз көтеруге дайын болсаңыз болады, чегіңіз салмағын. Бірақ бұған уақыт керек. Мен қазір сіздерге айта кетем, сетевиктердің
ең үлкен қателіктерін айта кетемін. Не үшін мысалы көбі сетке мына желілік бизнесқа келген адамдардың көбі не үшін жетістікке көп жете алмай жататынын несін айтып беремін. Мысалы желілік бизнесқа адамдар көбінесе келген кезде тез результат күтеді. Тез результат деген нәрсе ол сізді неге алып бармайды аса. Тез результат күтеді, және де ол результаты болмаған кезде, мысалы қараңыз, тез результат болмаған кезде адам не істей бастайды? Уже сына бастайды. Іштей оның стержені сына бастайды. Содан кейін барады да негативит ете бастайды. Сол себепті бұл жерде тұрақтылық керек. Мысалы бизнес компания таңдаған кезде на эмоциях кіріп кетуге болмайды. На эмоциях дегеніміз мысалы эмоцияны енді бәріңіз білесіздер ғой, эмоцияны қазақшаға аудармай қояйын. На эмоциях көбі кіріп кететін себебі мысалы бедный мышление мен богатый мышлениенің айырмашылығы неде деп сұрасаңыз, мен сіздерге айтып берейін. Мысалы мына человек с богатым мышлением дейді, санасы бай адамдар қалай ойлайды? Мысалы сіз оған осындай бір идея айтасыз, шақырдыңыз, мысалы звонок жасадыңыз да, алло досым, қалың қалай, бүгін кездесейік, бір шай ішейік, мен саған бір мықты идея айтамын деп, осындай бір компанияға шақырдыңыз дейік. Енді ол адам келген кезде сіздің идеяңызға келді дейік. Келесті, бай адамды шақырсаңыз, мына санасы бай адамды шақыратын болсаңыз, человек с богатым мышлением келеді де, сіздің идеяңызды тыңдайды. Сіз айтасыз, ол тыңдайды да, өзі отырады да, үйіне келеді де, дополнительно жазады, сызады, есептейді, барлық нәрсеге мына миымен өзі көз жеткізеді. Екінші қадамы бұның. Одан кейін барады да өзі сенеді. Сенім ол біреудік емес, бұл өзінің сенімі. Своя вера дейді ғой, ол өзінің сенімі. Содан кейін барады да бұл сенгеннен кейін не істейді? Әрекет істейді да міндетті түрде нәтижеге қол жеткізеді. Ал енді человек с бедным мышлением, сана сезімі кедей адам қандай болады, білесіз бе? Шақырасың, осындай компания туралы айтып отыратын болсаң, на эмоциях шешім қабылдайды. Вау, мен кірем деп. Ол білесіз бе, келген кезде бірінші сенің идеяң тыңдайды да, сен айтып отырған кезде, сенің жанып отырғаның, айтып отырғаның тыңдайды да, человек с бедным мышлением приходит на чужой результат дейтін осы. Сенің результатыңды көрсетсең, вау дейді да, біреудің результатына келеді. Қараңыз, мен бағана сізге бірінші айтып кеттім, богатый мышление бірінші келеді да, тыңдайды идеяңды. Одан кейін барады да, өзі есептеп, өзінің көзін жеткізіп, өзі сенімді болады. Оппа, мен мынаны істей аламын, мынандай екен, маркетинг осындай екен, бәрін есептейді, көреді, содан кейін барады да, бұда сенім пайда болады. Ал анау не істейді? Өзінің сенімі емес, ол біреудің результатына келеді. Түсініп отырсыз ба? Человек с бедным мышлением. Анау машина алыпты, мен далаға, анау машина алыпты деп біреудің машинесіне бола келеді. Оны өзі алған жоқ әлі. Он еще в голове не разобрался, что за маркетинг, қалай істеу керек. Оны еще не разобравшись, келеді да, біреудің результатына келіп, содан кейін барады да, не істейді бұл? Содан кейін барып сенем дейді. Анау чегіңді көрсет дейді, чегін көрсетеді, содан кейін барады да сенеді. Содан кейін барады да ар жағында уже нәтиже, результат, содан кейін барып соған көз жеткізеді. Ал бай адамдар, олар мүлде басқаша ойлайды, көрдіңіздер ме? Сол себепті былай қарап отырсаңыз, не үшін 100 адам бастаса, соның ішінде закон Паретто бойынша не үшін соның 1-2% ғана жетістікке жетеді. Білесіздер ме не үшін? Өйткені научи учить дейді. Научисте үйренде 80% адам сол жерде застряли. 80% людей застряли бірінші неде научись. Бұл найымда. Көбінесе жалдамалы жұмыскерлер, солардың бәрі осы үйрен қалпында тұрып қалған. Қай жерге барса үйренеді, болды, сол өзінің жұмысынан басқа ештеңе білмейді. Соны ғана істейді, содан ары қарай шыға алмай қалады. Ал енді 10% адам үйрет. Өздері үйреніп алады, одан кейін міне біреу шақырады, соны үйретеді, бітті. Осы жерде 10% адам тұрып қалған, ары қарай өспейді. 1% адам бағанағы закон Паретто бойынша солар өздері үйренген, біреуді үйретеді, енді үйретуді үйрете алады.
Түсінесіз ба? Сол кезде завод тоқтамайды, бітті, конвейер кетті. Конвейер кеткеннен кейін болды, жұмысың тоқтамайды сен. Завод қосылғаннан кейін барлық нелерді қостың, шарт, кнопкаларды бастың, кетті. Завод қосылып жатқаннан кейін бітті. Өзімен өзі сізге табыс көзі келе береді. Сол секілді бұл жерде де қазіргі айтып кеткендей 80, 10, 1%, 90 не үшін закон Пареттеде 20-80 дейді. Закон Пареттен енді бәріңіз білетін шығарсыздар, иә? Енді мен бұл жерде біздің басқа мемлекеттен келген қандастарымыз болатын болса, бауырларымыз болатын болса, сол кісілерге закон Паретте жайлы айта кетейін. Закон Паретте дегеніміз бізде, оны қалай айтамыз біз? Желілік бизнесте мысалы Паретте заңдылығы дейміз, иә, Паретте заңдылығы. Бұл мысалы мынандай нәрсе. Сіздің мысалы нәтижеңіздің 80%-ы 20% әрекетіңіздің несі? Қалай айтады соны? Мысалы қараңыз, 80% табыс көзіңіз сіздің, бағанағы 20% бір нәрсені дұрыс жасағаныңыздың несі ғой? Нәтижесі. Көрдіңіз бе? Енді яғни әр әрекет бірдей нәтиже бере бермейді. Өздеріңіз білсеңіздер, кейбіреуі бір нәрсені істей береді, нәтиже жоқ. Сен өзің ойлашы, мына қолыңды ұрасың да, бірақ мына қолыңның көгергенін қалайсың? Мынаны қанша ұрсаң да мынау көгермейді ғой, мына қолың. Мына қол көгеру үшін мына қол тұру керек. Сол секілді бір нәрседе нәтиже шықпай жатыр ма, значит, қимылды өзгерту керек қой. Немесе фокусты өзгерту керек. Дұрыс па? Сол нәрсені кішкене бізде дұрыс жасамайды да көп адамдар. Сол Паретте заңдылығы деген осындай нәрсе. Мысалы, сіздердің партнерларыңыздың 20% команданың 80% айналымын сол 20% жасайды. Сіздің мысалы товарооборот бар ғой, жасап жатқан сіздердің товарообороттың 80%-ын 20% партнерларыңыз ғана жасайды. Ал ана 80%-ы олар жасамайды, олар бір өнім алып жоғалып кеткен, сондай, ұйықтап қалған, сондайлар болады. Енді ол заңдылық, оған вообще өкпеде реніште болмау керек. Ол өмірдің заңдылығы сондай. Енді әрекеттердің мысалы 20%-ын 80% нәтиже береді. Ол үшін қандай әрекеттер жасау керек? Именно сізге 80% нәтиже беріп отырған әрекеттерді жасау керек. Түсіндіңіз бе? Өсу үшін, ары қарай. Мысалы, сізде клиенттердің де мысалы 20%-ы сіздің 80% товарооборотты беріп отыруы мүмкін. Кейбір адамдарда мысалы жай тұтынушылар болады. Өте мықты, өзіне ғана алып, бір алған кезде сіздің партнерларыңыздан көп алатын клиенттер болады. Ол клиенттермен қалай жұмыс жасау керек, көрдіңіздер ме? Ол клиенттерге ерекше құрмет көрсету керек. Ол клиенттерге, басқа клиенттерге қарағанда, оларды кәдімгі VIP клиент ретінде дұрыстап құрмет көрсету керек. Қай кезде служение жасай бастайсыздар адам баласына, мысалы, құрметті, ол сізге мысалы 50 мың беріп жатса, сіз 50 мың емес 100 мыңның құрметін жасауыңыз керексіздер ол кісіге. Сол кезде сіздің мәртебеңіз өсе бастайды. Сол кісімен қарым-қатынас жақсара бастайды. Және де сіз ол кісінің қарымтасына кірмейсіз. Әрқашан ол кісімен сондай керемет байланыста болып, жұмысыңызды алға баса бастайды. Сосын кейін желілік бизнесті айтпақшы, мысалы 90 күндік деген нәрсе бар, иә? Так, мен мынаны жалғастырып ары қарай неден ауып баратын, мынаны бітіре салайын. Бізде одан кейін міне глобальный бонус деген бар. Бұл мировой товарооборот дейді. Бұны халықаралық товар айналымынан түсетін лидерлерге 1% бонус түрі бар. Табыс бар. Мысалы, ол қалай болады? Мысалы, топ лидер. Бізде бағанағы 9 дәреже бар. Соның соңғы 3-еуі топ лидер, Diamond амбассадор. Осы топ лидерден бастап сізге 1% бере бастайды. Топ лидерде 1%, Diamondда 1%, амбассадорда 1% береді. Көріңіздерші. Енді көп компанияларда ең соңғы дәрежеге шыққан кезінде осындай мировой товарообороттан 1% береді. Мына бізде 3% беріп отыр. Көрдіңіздер ме? Еще топ лидерден бастап береді. Бұл деген өте үлкен. Шындап келген кезде мықты бонустар беріп жатыр да. Мына бонус түрін бәрін алатын болсаңыздар, сіздер деген енді бұл сұмдық. Миллионер болмай, не үшін айтады? Каждый пятый человек, каждый пятый сетевик дейді.
Желілік бизнестің әр 5-ші адамы миллионер дейді. Мына неде әлем бойынша әр 5-ші миллионер бұл желілік бизнестің адамы дейді. Сол себепті тағы да мен осы әр қашан айтқым келеді. Кезінде бізде Америка президентіні Дональд Трамп, негізі қанша Американың президенті осы сетевой бизнестен шыққанын білесіздер ме сіздер? Мысалы, Дональд Трамптың өзіне біздің журналистер сұрақ қойған кезінде, господин президент, если вдруг вы разоритесь дейді, мысалы, аяқ асты сіз банкрот болсаңыз, бірдеңке болсаңыз, сіз енді үлкен бизнесменсіз ғой, бәрінен айырылсаңыз, не істер едіңіз деп сұрақ қойған кезде, оның сұрағы ойланбастан жауап берді ғой. Көрдіңіздер ме? Мен сетевой бизнесқа барар едім деді. Мен желілік бизнесті таңдар едім деді. Сол себепті бұл бизнес қандай бизнес түрі екенін адам білу керек. Бұл қандай сетевой бизнес, желілік бизнес? Бұл адамды жан-жақты дамытатын, және де сізге үлкен мүмкіндік. Шек жоқ, сізде потолок жоқ. Болды, миллионнан ары қарай таппайсың. Мысалы, қандай жалдамалы жұмысқа барсаң, миллион асып кетсе, енді бір мықты бір нефтяной бірдеңкеге барып, енді бір сенің ана жоғары жақтағы көкелерінің сондай мықты біреумен кіріп, миллион жарым, бір 2 миллион табарсың, одан ақ таба алмайсың. Ал бізде бұл жерде осы компаниямыздың, жас компаниямыздың кеше ғана жұмысын бастаған, аптасына 2,5-3 миллион тауып атқан қыздарымыздың саны өте көп. Сол себепті барлықтарыңызға мен табысты болғандарыңызды қалаймын. Біздің Қазақстанымыз көп ұлттық мемлекет болғандықтан тұғырымыз биік, ауызбіршілігіміз мықты, ешқандай мемлекет іріткісе алмайтын, сондай бір бай, қуатты мемлекет болуына шын жүрекпен өзім соны дұғадамын. Мен мына неден шығып, өзім көрінбей отырмын да, мен өзімді өзім көре алмай отырмын. Маған просто мына маркетинг қана шығып отыр. Мен өзімді қалай көрем? Мына слайдты қалай жаба тұрсам болады? Сұрақтарыңыз болса, осы слайд бойынша маған қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Қайсыңызда сұрақ бар? Ұялмай сұрақтарыңыз қойыңыздар. Мен болды, мен өзім шықтым. Ал енді давайте сұраққа көшейік. Бізде компанияны таңдаған кезде өздеріңіз білесіздер. Бағанағы мен айтқандай, на эмоциях компания таңдаудың қажеті жоқ. Ең біріншіден оны үлкен ұстаздар, үлкен осы жолдан өтіп кеткен, біздің мына сетевиктердің және осы желілік бизнесқа келетін адамдардың ең үлкен минустарын айтайын ба? Мысалы, сіздер аяқ асты ауыратын болсаңыздар, бір операция бірдеңке болатын болса, Құдай сақтасын, мысалы. Кіммен кеңесесіз? Бірінші очередь сіз сол врачқа барасыз. Сол врач сізге совет айтады, содан кейін барасыз да, сол врач сондай операция жасайтын кім, сіз соны іздей бастайсыз. Соның ішіндегі ең мықтысын табасыз. Ақша берсеңіз де соған барып, соған жасатуға тырысасыздар. Ал енді желілік, қай салада болсын сондай нәрсе да. Бір сабақ оқыңыз келсе, немесе балаңызды бір мектепке апарғыңыз келсе, мықты мектеп, қай мектепте білімі мықты, сол мектепті іздеп жүріп апарасыз. Қай ұстаз мықты, қай ұстаз қандай білімі бар, соған апаруға тырысасыздар. Қараңыздаршы. Ал неге желілік бизнесқа келген кезде сол желілік бизнестің мамандарымен сұхбаттасып, солардан совет сұрамайсыздар? Жаңадан келген адамдарыңыз келеді да, көшеден біреуден немесе өзінің үйіндегі желілік бизнесте ешқайсының несі жоқ, білімі жоқ желілік бизнестен. Үйіне барады да, мысалы сіз біреуге ақпарат бердіңіз, ол келеді да, вау дейді да, керемет, ол кісіге ұнайды. Үйіне барады да, ең бірінші оның қателігі не? Заранее түсіндіріп берсеңіздер сол кісіге. Үйіне барады, оның үйінде желілік бизнестің маманы отыр ма үйінде? Статустан статусқа шыққан, аптасына 20 миллион тапқан үйінде біреу бар ма осы желілік бизнестен?
Ол барады да үйінде өмірі ол желілік бизнестен хабары жоқ адамға барады да, мен бүгін осындай бір күшті компанияға жолықтым, осындай деп жатса, үйіндегілер оның басына не істейді? Басына былайша айтқан кезде тіш пысайды. Айтады, ол лохотрон, ол пирамида, ол бірдеңке, ол өйткені өзінің хабары жоқ одан. Ол просто аузымен алды да ананы сындыра салды, болды. Анау не істейді? Үйінде отырған сол сынады да қалады. Сол себепті маманмен әрқашан кәдімгідей үлкен ақшалар тапқан, осы жолда жүріп өткен, осыдан білімі өте зор, сондай адамдармен әрқашан советоваться ету керек. Содан кейін компанияны таңдаған кезде бірақ та маркетингінен де қарамау керек оның жан-жақты қарайтын жерлер болады. Әрине, өнім мықты болу керек, нәтижелі болу керек. Өйткені өнім жақсы болған кезде ғана репотребляемость жақсарады, адам екінші рет қайтып ала бергісі келеді. Мысалы, сізде үйіңіздің жанында 3-4 магазин тұратын болса, сіз шыныңызды айтыңызшы, қай магазинге кіресіз? Қай жерде сізде барлық магазинде өнім бірдей ақ, мысалы. Кімнен барып аласыз? Сетевой бизнеста да мысалы өнімдер жақсы барлыққа. Бірақ енді сіз сол өнімге бола бара басамайсыз ғой. Сіз сол магазинде үйіңіздің жанында кімге барасыз? Қай магазин сізді мықты қарым-қатынаста сізге жақсылап алған затыңызды жақсылап упаковать етіп, сізбен өте жылы алдыңызда мысалы служение жасап, сізге бүйтіп иіліп, сізге адамгершілігін көрсеткен адамға қайта-қайта келгіңіз келіп отырады. Дұрыс па? Тура сол секілді әр сетевой бизнеста да өзінің құндылықтары болады. Сол құндылықтарына қарау керек. Және де оның основателі кім? Основатель де үлкен рөл ойнайды. Өйткені основатель деген бұл кеменің капитаны. Капитаны егер мықты, білімді, білгір адам болатын болса, ол дальновидный болса, мысалы, сол компанияны алдыға үлкен тұғырға жетелеп апара алады. Өйткені бұл ойын, түсінесіздер ме? Шахматная игра сияқты. Шахматный ойында кім ұтады? Мысалы, любой ойында кім ұтады? Ойынның шартын білген адам ұтады. Сол секілді бұл жерде жетекшіміз біздің основатель мықты болған кезде, бұл нарықтың бүткіл ненің бәрінің правиласын білетін адам, сондай адамның жанында жүрген кезде сол компания, өйткені ол компанияны төмен түсірмеу керек. Ол компанияны әрқашан өрлетіп отырған кезде желілік бизнеста жүрген әр мамандар, мына біз сияқты серіктестер, лидерлер, олар деген. Лидер деген мысалы 50% компанияның көтерілуіне лидерлер, 50% основательден. Осы екі жақ бірін-бірі жақсы байланыста болып, және де жақсы бірін-бірі түсінген кезде бұндай компанияны ешқандай не сындыра алмайды. Бұл компания тек қана алдыға өрлейді, болды. Сол себепті бізде компаниямыздың құндылықтары өте көп. Өзіміздің ең біріншіден отандық компания, екіншіден өнімдер өте мықты. Оңтүстік Кореяның кәдімгі премиум класс өнімдері өте жоғары сападағы. Бұл біздің өнімдерге рекламаның вообще қажеті жоқ. Мысалы, басқа бір өнімдер слабый болатын болса, рекламаны кеп жаудыртады. Барлық жерге жаудыртуға болады. Неге? Өйткені рекламамен тартасында, ал енді сапалы нәрсе алтын мен мысты. Білмейтіндерге мысты алтын қылып сатып жүруге болады да, мақтап. Ал білетіндер алтынның алтын екенін біледі. Түсінесіздер ме? Сол секілді мына бізде де компанияның өнімдеріне рекламаның қажеті жоқ. Шынымды айтайын сіздерге. Өте мықты өнімдер. Және де основателіміз, мен сіздерге тағы да айтып кетейін. Жомарт мырза, қайырлы кеш. Мына сұрақ бар еді, мына ең басын тыңдамай қалған адамдар бар, сол басын айтып жібересіз бе? Основателі кім, компанияның қай жылы құрылған? Бізде основатель Нұрғиса деген жігіт. Енді бұл кісі енді біздің құрылтайшымыз. Бұл компанияны 2019 жылы құрылтайшы болып, осы компанияны жүргізіп келе жатыр. Бұл основатель компания бізде 2 университетті қызыл дипломмен тамамдаған, өз күшімен түсіп, өз күшімен бітірген, 3 тілде еркін сөйлейтін, ағылшын, орыс, қазақ тілінде еркін сөйлеп, ешқандай ортасына делдал переводчикті жалдамай-ақ, әр дело производствоны, любой нәрсені, соглашение, договорларды шет мемлекеттермен өзі еркін жасай беретін сондай керемет мықты тұлға.
енді рухани да өте білімі зор жігіт. Сол себепті бұл кісіні енді білетіндер, енді айтып отырмын ғой, біз кейін қосылдық бұл компанияға. Менің міне келгеніме 1 ай болды. 1 айдың ішінде мен офиске күнде барамын. Енді мен ол офиске не үшін барамын? Новичоктар солай күнде келу керек та. Ал мен не үшін барамын? Өйткені барған кезде мен барған сайын основательді сол жерден көремін. Ол кісі менен де алыс тұрады екен офиске. Мен пробкамен барам, барсам әрқашан сол офисте жүреді. Қашан барам, сол офисте жүреді. Сол кісінің ана еңбекқорлығына, сол кісінің кішіпейілділігіне, ол жерде мынандай нәрсе жоқ та. Ол кісі өзін бір основатель ретінде, бір звезда болып, бір бизнесмен құсап ұстамайды да. Ана ұлық болсаң кішік бол деген бізде мақал бар ғой. Кішіктігі бұл кісінің соншалықты адам баласына былай иіліп, служение жасай біледі да. Ал қай жерде адам баласы иіле біледі, сол жерде үлкен берекет болады. Мысал, Қытай халқының сіздер білетін болсаңыздар, Қытай халқы қандай бізде? Олардың политикасы мынандай. Сен дейді, менмен боп, бейтіп, неғұрлым кеудеңді керген сайын дейді, ана үлкен ағаш құсап бейтіп тұрған сайын дейді, дауыл келетін болса, морт сынасың дейді. Аяқ асты саған қазір бір қиыншылық келетін болса басыңа, сол қиыншылықты көтере алмай морт сынасың дейді. Сол себепті жұмсақ шөп сияқты бол дейді. Жел қандай жел соқса бейтесің, орныңа қайтып келесің, тұра бересің. Ешқашан сынбайсың. Сол секілді бізде мына основатель компанияда, мысалы, менің өзімнің байқағаным енді кішіпейілділігі. Енді адам, бізде қазақ аталарымыз бүйтіп айтып кеткен, малымды алсаң да пейілімді алма дейді. Пейілі кең, сондай бір жақсы азаматта. Енді бұл жерде ол кісі отырған жоқ қой, көзінше мен просто мақтағым келіп отырған жоқ. Әйтпесе бұл кісі өте сондай керемет жан енді. Бұл компаниямыз біздің бағана жоғарыда айтып кеттім мен, үлкен холдинг, 6 салада жұмыс жасайтын холдинг, аяғына біздің Қазақстан нарығында нық тұрған үлкен компания. Алла бұйыртса, бұл компанияның болашағы өте зор. Сол себепті сенімді түрде келіп, өздеріңіз ойлаңыздаршы, ең үлкен пакетіміз 360 мың теңге. 360 мың теңгемен бизнес под ключ алу деген сұмдық қой. Сіз бір магазин ашсаңыз, қанша магазинді алдымен есігіңіздің алдына жасау үшін қанша миллион салатыныңызды білесіз бе? Әлі ештеңкесі жоқ, құр жасаудың өзіне. Ал енді сіз мына жерде 360 мың теңгеге бизнес под ключ алып отырсыз. Сізде офисіңіз полный готовый тұр. Бүткіл қалаларда тұр. Одан кейін не бар? Мысалы, өніміңізді басыңызды қатырмайсыз. Өнімнің түр-түрі тұр, жоғары сапада. Және де табыс көзі, документация, барлық нәрсе сізде бәрі дайын тұр. Сіз просто келіңіз де жұмысыңызды жасай беріңіз. Біздің енді сізге бағана сұрақты қайсыңыз қойдыңыз? Мен Ақмарал ханым, сіз қойдыңыз ғой деймін. Сұрағыңызға жауапты алдыңыз деп ойлаймын, біздің басшымыз туралы. Кеш жарық, Жомарт мырза, енді бір сұрағым бар. Сіз бағана маркетинг туралы айттыңыз ғой, 1 PV 300 теңге тұрады, да? 1 PV-іңіз 300 теңге тұрады, аха? Иә, 300 теңге. Сосын кірісі, шығысы сондай жоқ деп, соны подробно айтыңызшы, как понять? Например, басқа компанияларда 500, иә. Мысал қараңыз, басқа компанияларда проценттер қараңыз, мысалы, 1 PV-дің кірісі де шығысы да дегені мынандай нәрсе. Мысалы, сіз долларды алатын болсаңыз, мысалы келтірейін, пример, 500 теңгеге сатып алдыңыз дейік. Ал енді оны сатқан кезіңізде 498-ге сатасыз дейік. Көрдіңіз бе, разницасы бар. Енді басқа компанияларда бүйтіп айтуы мүмкін. Бізде 1 PV 500 теңге деп айтуы мүмкін. Бірақ олар құр 1 PV 500 теңге деп қана айтады. Кірісін шығысын айтпайды сіздерге. Ал енді ол жерде мынандай болуы мүмкін. 500 теңгемен сіз 1 ай жұмыс істейсіз де, бағанағы PV-іңізді шығарар кезде 250-мен шығарасыз. Сонда бағанағы 1 PV 500 теңге деген қайда қалды? 250-і компания кетеді де 250 ғана сізге төленеді. Түсіндіңіз бе? Кірісі 500 деп тұр, ал шығысы 250 болып тұр. Түсініп отырсыз ба? Ал бізде кірісі де шығысы да 1 теңгеңізге.
басқа Проценттері компанияларда ұстап қалады, сақ болады. Иә. Ал бұл жерде бір теңгеңізге қиянат жоқ, түсінесіз бе? И тем более біздің компанияның үлкен плюсы, PV-ге көп байланбаймыз біз. Бізде барлық нәрсе құйған ақшаңыздан төленіп отырады. Үлкен плюсы сол жерде. Оны енді біз неде жүрген кезімізде, офиске келіп отыратын болсаңыздар, офисте прям сұрағыңызға нақты жауап аласыз ғой, өйткені біз тақтаға сызып отырып көрсетіп береміз барлық нәрсе. Мынау просто бізде тағы бір сұрағым бар еді. Сіз, например, ана нелерді уровень бай қайда статустарды айттыңыз ғой, не туралы, путешествие туралы. Ол путешествие партнерлар барғанда бесплатно бара ма или әрине. Әрине, путешествие деген нәрсе бізде бұл сіздің еңбек істеген еңбегіңізге, көтерілген дәрежеңізге байланысты компания сізге сыйлық ретінде беріп тұр бұны. Мысалы, ол сізге бітеді. Так, атыңыз кім? Гүлзат мен атым. Мысалы бітеді. Гүлзат ханым дейді. Сізге основатель компания қолыңызға 2 путешествиені ұстатады да, Гүлзат ханым, мынау сізге біздің компанияның атынан міне көтерілген мәртебеңізге, дәрежеңізге байланысты сізге сыйлық ретінде мына 2 путешествие қолыңызға сізге ұсынуға рұқсат етіңіз дейді. Сіз оны аласыз да, кімді апарғыңыз келеді? Өзіңіз барма, әке-шешеңізді апарасыз ба, мысалы деймін, умраға жібересіз ба дейік, мысалы дейік та, ол сізге тегін беріліп жатыр, көрдіңіз бе? Ешқандай компанияда бұндай жоқ қой, мысалы. Перелет бәрі не ма? Бесплатно? Әрине. Компания төлеп тұрады, иә? Компания түгел, сіз мыннан просто таксимен аэропортқа дейін жетсеңіз болды. Қалғанның бәрі соның ішінде болады. Рахмет, Жомарт мырза. Тағы қайсыңызда қандай сұрақтарыңыз бар? Өте күшті, жақсы, осылай сұрақтарыңызды ұялмай қойып отырыңыздар. Өйткені ең жаман нәрсе іште қойылмаған сұрақ жаман дейді. Шәріп, Жомарт мырза. Кеш жарық. Сіз жаңа рекламировать етпеуге болады дедіңіз ғой, бірақ без рекламы жақсы продукция деген сөзіңіз ба, әлде нағыз сетевик бизнесмендер начинающий? Например, мен өзімді айтып жатырмын да. Бірінші подход жасағанда мен өзім әдетімді, мен реклама жасай берем да, бірден продукцияны айта берем, потому что продукт өзіме көмектесті. Содан ал бизнесқа тарту жөнінде сол продукция инструмент қып айтамыз ғой енді. Ары қарай қалай действовать ету керек? Сіздің советіңіз керек та? Енді қараңыз, мен оны сізге сөздің байыбына бара алсаңыз, мен оны бүйтіп айтып жатырмын да. Алтын мен мысты ажырату білетіндер ажыратады да, сол секілді бұл өнімнің де құндылығын білетіндер ажыратады да, бұл қандай өнім екенін. Ал енді білмейтін адамға енді айтып отырмын ғой, нені мақтасаң да ол білмейді де. Ал білетін адамға мақтамай, просто көрсетсең, ох дейді да, ол сразу ала салады. Өйткені ол біледі де. Мақаға барып келдің ба? Жеңіл болмай. Жақсы. Шолпан ханым, микрофоныңызды ашып қойыңыз. Шолпан ханым, микрофоныңызды ашып қойыңыз. Сол, мысалы қараңыздар, ол мынандай нәрсе. Адамыңызбен кезіккен кезде міндетті түрде өнім жайлы ақпарат бересіздер ғой. Өнім жайлы ақпарат бересіз, оныңыз өте дұрыс. Одан кейін кездескен кезде бұның әрқайсысының өзінің правиласы болады. Адаммен қалай кездесесіз және ақпаратты қалай бересіз. Адаммен сөйлесіп отырған кезде көбінесе шын мәнінде негізінде келген адамыңызға байланысты сіз сұрақты көбірек қойғаныңыз абзалырақ болады. Егер адамды білгіңіз келсе, ол адам сізге болашақта жұмыс жасай ма, жоқ құр өнім ала ма, немесе даже өнім де алмай, мына менде мынадай нәрсе болып отырды, кейбір қазақша сөздерді орысшадан аударуға кішкене ойланып қалып жатырмын да.
Мысалы біз қайтеміз, звонок қалай жасаймыз біз? Звонок жасаған кезімізде біз көбінесе звонокпен ақпарат көп адамдарға бермейміз. Енді бір кейбір адамдар болады, сразу адамның өзін білеміз ғой, біз өзіміздің таныстарымызды білеміз. Сол адамға звонокпен енді түсіндіріп беруге тырысамыз. Но көбінесе вообще негізі практически звонокпен ақпарат ешқашан беруші болмаңыздар. Өйткені желілік бизнеста бұл сіз бизнес құрайын деп отырсыз. Сіз онымен кездесіп отырып, сөйлесіп отырып ақпарат бергеніңіз абзал болады. Неге десеңіз, ол жерде сіз ол адамның кездесудің де өзінің алгоритмдері болады. Қалай кездесесіз, оны қай жерге отырғызасыз, өзіңіз алдын ала бір жарты сағат бұрын ерте баруыңыз керексіз. Егер өзіңіз ақпарат бере алмайтын болсаңыз, одан да мүлде кездеспей қойыңыз, ақпарат бермей қойыңыз. Өйткені сіз ақпарат беретін болсаңыз, шынымды айтсам, мына бизнесті жаңа бастап жатқан адамдардың көбінің қателігі, айтып отырмын ғой, бағанағы өзі ақпарат дұрыс бермейді, на эмоциях беріп тастайды да, ол адам өзінің таныстарының бәрін жоғалтып алады. Өйткені сіздің беріп отырған ақпаратыңызды адам тыңдап отырады, ар жағында ол деген ертең жоқ деп айтады сізге, жоқ мен қазір уақытым болмай тұр, анау мынау деп айту мүмкін. Келесі жол сіз тағы звондаған кезде сіздің телефоныңызды алмай қояды. Өйткені сізден қаша бастайды. Сол себепті бірінші қадам дұрыс болмаған кезде адам келесі адамдардың бәрі дұрыс болмайды. Мына қазақ бекер айтпайды ғой, сасқан үйрек артымен жүзеді деп. Сол секілді алгоритмнің бәрін дұрыс жасаған кезіңізде сіз қатесіз бәрін істейсіз. Мысалы, звоноктың өзін жасаған кезде оның алгоритмі бар. Қалай жасайсыз, оған қалай ақпарат бересіз. Ақпаратты ешқашан мен бағана айтып кеткендей телефонмен бермейсіз. Телефон не үшін керек сізге? Соны білуіңіз керексіз. Одан кейін кездескен кезіңізде алгоритм қалай бастайсыз? Оның да өзінің жолдары бар. Егер өзіңіз ақпарат бере алмайтын болсаңыз, міндетті түрде сізді осы бизнеске шақырған адам, ол сізден көбірек біледі ғой. Сол адам міндетті түрде сізге басында 4-5 адамыңыз қосылғанша, сол адам сізге көмек жасау керек. Егер ол адам көмек жасамаса, онда одан жоғары тұрған адамнан сұраңыз. Өйткені бизнесіңіз мықты жүрсін десеңіз, міндетті түрде сіз бұны үйренуіңіз керексіз. Басында қосылғанша 5 адамды міндетті түрде сізге үйрету керек. 5 адам қалай қосылады, одан кейін барып уже тай-тай өзіңіз бастай жасайсыз. Мысалы, қараңыз, мен мына жерге отырдым бүгін, бір кафеде отырмын, встреча жасап жатырмын. Менің 5 адамым бар дейік. 5 адамымды мен бір ай ма, білмеймін ғой, мысалы 2 адам шақырдым дейік, өзіме 2 таныс шақырдым. Осы 2 танысымды мен әрқайсысына 2 адамнан қосылғанша мен бұларға көмектесемін. Бірінші, мына адамым менің бір адам алып келеді дейік. Ол бір адамға мен ақпарат берем отыр. Ол адам, шақырып келген адам тып-тыныш отырады да тыңдайды мені. Өйткені ол адам менен үйрену керек. Мен ақпаратты қалай беремін, және не айтылады, не айтылмайды, алгоритм қалай жүреді, соның бәрін мына адам тыңдап отыру керек. Ал енді бұл адам қайта-қайта өзінің бес тиынын тыға беретін болса, қайта-қайта мынаны айтыңызшы деп бүйтіп отыратын болса, ол бүткіл ненің бәрін құта бастайды. Сол себепті біз барлық нәрсені, алгоритмді дұрыс бастан бастап үйретуге тырысамыз. Мынаны былай істеңіздер. Егер жетістік шын мәнінде сізге шынымен ауадай қажет болатын болса, онда келесі этап мынандай болады, одан кейін мынандай болады, осыдан кейін осы болады деп. Ана кішкентай баланы есейтіп, оны кәдімгідей тәртіпке алып келгенше біраз еңбек қажет. Ол еңбектенген адам ғана зато ертең соның қызығын көре бастайды. Сіз кішкентай балаңызды қазір қаншама еңбек етесіз, қаншама соның өсуіне қаншама күш саласыз. Кейін сол балаңыз өскен кезде сізге соның бәрін қанша еселеп қайтарады. Тура сол секілді бұл жерде де, міне, сіз новичокты шақырған кезде сол новичогыңыз жетістікке шыққанша қаншама еңбек етуіңіз керексіз. Сол адамға біраз, өйткені адал еңбекпен ақша табасыз. Көп ойлайтын шығар, мына желілік бизнеста жүріп алып, нахалябы ақша табады деп. Нахалябы деген нәрсе жоқ. Нахалябы тапқандар определенный уақыттан кейін өзінің мерзімі бар. Сол мерзіміне келген кезде міндетті түрде соны құсып береді. Сол себепті бұл жерде ниетіңіз таза болып, әр қадамыңыз дұрыс басқан кезіңізде сізде міндетті түрде жетістікте, ішкі тазалықта, рухани өсімде барлық нәрсе өзінің арнасына келе бастайды. Сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет. Жомарт мырза, қайырлы кеш. Мен Байқоңыр қаласынан Айгүл Үрсенова. Сізге бір сұрағым бар еді. Өте қуаныштымын. Менің бір клиентім 2-ші этаждан құлап кетіп, сол 2 жамбасынан жарақат алғанда үлкен операция жасалыпты. Сол
темір салған екен. Сол кісі Аха. айтады, маған коллаген мен кальцийді ішуге бола ма деп сұрадым менен. Сол жайлы айтып берсеңіз. Коллаген мен кальций дейсіз ба? Мгм. Енді қараңыз, мына біздің кальций шын мәнінде усваиваемый 100%. Және де кальцийдің білесіз ғой, екі түрі болатын. Бұны біздің кальцийдің екі түрін түрлері қандай еді ғой? Ионизор қандай еді? Ионовый кальций ғой. Иә, Сүйекке ионизированный кальций біздікі мысалы тез сіңімдісі жоғары. Және де бұл жерде бізде кальций, жалғыз кальций емес қой, бағанағы жоғарыда айтып кеттім ғой мен. 5-6 элементтің жиынтығы. Бұл жерде кәдімгі кальцийіңізді 100% прям усваивать еткізіп береді жасушаларыңызға. Ал енді бұл кальцийдің ішуінің өзін міндетті түрде сіз өзіңіздің мойныңызға жауапкершілікті алып, сол кісіге бере салудың қажеті жоқ. Біздікі 100% прям мен білем да, что бұлдан ешқандай минус жоқ екенін, 100% плюс екенін білем мен. Бірақ соның өзі кейде болады, біз жауапкершілікті өз мойнымызға алмауымыз керекпіз. Неге білесіз ба? Өйткені біз біріншіден доктор емеспіз. Өйткені докторлар білесіздер ме қалай істейтінін? Докторлар титтай бір жеріңізге кішкентай бір ота жасайтын болса, сізге не жаздыртып алады? Расписка жаздыртып алады. Өйткені олардың өздерінің несін алып қашады. Өйткені әр адамның ағзасы әртүрлі. Әр адамның ішіп жеуі әртүрлі. Әр адамның режимі және де сана сезімі әртүрлі. Біреуі мынандай деңгейде ойлауы мүмкін, мысалы, беріп атқан нәрсеңді кейбіреу әкеш баласы немесе қызы алып береді да, мынау өте пайдалы, ішіңізші десе, бір врачтан басқа ешкімге сенбейді, ананың беріп атқанын бір зиян көре ма, не ішіп атса да анаған бір негативный қарап отырады да, түсінесіз ба? Сол секілді адамның түрлері өте көп болады, сана сезімі әртүрлі болады. Сондай жауапкершілікті мен білмеймін, өз басым енді всегда совет сұрайтыным, врачыңыздан кеңес сұраңыз. Мен осындай өнімдер бар, мықты өнім. Егер сол кісі іштейтін болса, мынадан сіз тек қана пайда көрмесеңіз зиян шекпейсіз. Өйткені бұның ішінде осындай құрамында осындай нәрселер бар. Бұлар осындай жасушаларға осылай әсер етеді. Сүйектің бітуіне және де буынның нәрселеріне осындай көмек етеді деп айтып берсеңіз болады. Ал енді бізде коллагенді білесіз, бағанағы мен айтып кеттім ғой, синовиальный жидкости бар, терілеріңіз бар, қай буыныңызда, қай жеріңіз не ауырып тұр, сол жерді біраз уқалап жүретін болсаңыз, сол жерге прямой қан айналым арқылы барады. Мысалы, кімнің шашы түсіп жүр, шаштарына кішкене бейтіп, қан жүргізіп, массировать етіп жүретін болсаңыздар, коллаген міндетті түрде сразу сол жерге барып жұмысын жасай береді. Өйткені бір 10-15 минуттан кейін, ішкеннен кейін 10-15 минуттан кейін уже әсерін тигізе бастайды. Өйткені қан арқылы сразу жасушаларға тарай бастайды ғой. Сол секілді, енді менің өзімнің пікірім, мен врач емеспін, бағанағындай білгіш адам құсап сізге айтқым келіп тұрған жоқ. Сол себепті менің личный өзімнің мнениемді сұрайтын болсаңыз, 100% мен сене аламын да, что коллаген мен кальцийді ондай адамдарға наоборот беру керек. Бірақ ол сіздің беретін адамыңыз, ол білмеймін ол қандай адам екенін. Оны сіз ғана білесіз да, танысыңызда. Мен өйткені бір партнерім болған, мен сізге айтайын, семейде бір партнерім болған. Әкесі сондай адам болды да, аяғы гангрена, чіріп жатты, сенесіздер ме? Чіріп жатты. Біз ол кісіге бір керемет бір майыз бергенбіз. Сол майызды бердік, майыз алмайым, жақпайым, ішпейм, маған только врачтың ғана айтқаны керек деп сөйтіп тұрып алды да. Енді сондай постсоветский адам ба, білмеймін енді. Ешкімнің сөзін ұқпайды ғой. Сөйтіп жүріп, сенесіз ба, ананы алдап қыздары, мынаны врач беріп жерді, осыны міндетті түрде жақсын деп, соны жаққан кезде барып аяғы жазылды. Сонда бітеді ғой, врачтың айтқаны болмаса, сендердікін ішсем, мен деген баяғыда өлер едім деп, қыздарына сөйтіп айғайлап. Сол кезде мен қарадым да, ойбай, адамның мына желілік бизнесі жүрсең, неше түрлі адам көресің ғой. Сонда барып түсіндім да, деп, ертең Құдай сақтасын бірден келіп қалатын болса, ана кісіге берсең,
Сонымен өзіңді кінәлап шығатынын түсіндім да ондай адамдар. Дұрыс айтасыз. Рахмет көп сізге. Иә. Бизнес жайлы ақпарат берсең, сұрақ қойсаңыздар. Өнім жайлы бізде негізі мықты мамандар сабақ береді. Осылай онлайн сабақ беретін мамандар бар. Сол кісілерден сұрасаңыздар. Қайырлы кеш, тағы да Жомарт мырза. Осы компанияға сит саласында қанша жыл тәжірибеңіз бар? Мына енді әр компанияға кіріп, әр неден результат ала алмай жатқан енді адамдар көп осы компанияға, осы жаңа компания, жаңа толқын деп келіп жатыр ғой, мысалы командамызға қосылып жатыр. Сол адамдарға не айтар едіңіз? Осы компанияның енді біз жақсы тұстарын көріп жатырық, өзіміз өнімнің де кереметтілігін. Сіз жаңадан келіп жатқан осы жерде өзімнің командамнан қосылып отырған адамдар бар. Ақтөбе қаласынан хабарласып тұрмын. Сол адамдарға не айтар едіңіз? Ол кісілер қазір осы чатта отыр, кіргеннен кейін әлі бірінші қадамын жасамай жатыр да. Сол кісілерге не айтар едіңіз? Енді мен ол кісілерге, сұрағыңызға рахмет. Бұндай кісілерге бұл табиғи заңдылық нәрсе, өйткені бұндай кісілер сіздің айтқаныңызға келе салуға шын мәнінде ол бір шетінен міндетті де емес. Екіншіден көзін жеткізу керек. Көз жетіп, егер бұл кісілердің көзі жететін болса, шын мәнінде осы дәрежеге жете алатынын, осындай табыс таба алатынын, осындай табыс көзі бар екеніне мына ішкі сенімі толған кезде бұл кісі сізден де озып кетеді, бізден де озып кетуі мүмкін, түсінесіз ба? Өйткені адамның ішінде қандай ресурс жатқанын адам көбі біле бермейді. Мысалы, мынандай нәрсе бар. Мен осы бизнесқа келдім. Бағанағы жоғарыда мен айтып кеттім. Маркетингтің классикасы бар, бинарный системасы бар, матричный системалар бар деп. Мына біздің компанияда бұндай бинарный системада естіген кезде ең құрмағанда бір өнімін алып болса да, мысалы, бір өнімін болса да алыңыз да орын алып қалуға тырысыңыз деп айтар едім, егер менің жақыным болса. Неге десеңіз, өйткені классика болатын болса, бір айттың, ол кісі тыңдамай кетіп қалса, ештеңке жоқ, айланып кеп, тағы бір күні бір болмаса, бір күні бір келер еді. Уақыт деген бұл жерде аса рөл ойнамайды. Ал мына бинарный системада ең бірінші естіген күні орын алу керек. Өйткені сіз пока ананы алып, ішіп, ойланып, қайтып келгенше, сіздің уже бұл жерде екі аяқ жасаймыз ғой. Бір аяғыңызды уже өсіп кетеді, өзден өз өсіп кетеді. Бинарный компанияда. Сіз келесіз де, уже сізге өте жеңіл болады бизнес жасау. Екінші аяғыңызды құрып отырып, бағанағындай ақшаңызды алып, командаңызды уже правильно формировать етіп, сөйтіп ақшаңызды таба бересіз. Ал енді бұл компанияның құндылығын бағана мен айтып кеттім. Бұл компанияға сенім деген мол. Өзім енді қалай айтайын, енді сіздің партнерларыңызға, мысалы, мен кірдім, бір айдың ішінде бұл жерде 1,5 миллионнан жоғары қарай табыс таба бастадық. Мысалы деймін да, өзіміз жаңа осы компанияға кіріп жатырмыз. Ал енді басқа компанияларда таптық қой, таптық. Ол жерде маркетинг ауысқаннан кейін көп сетевиктердің, жерлік бизнеста жүрген адамдардың көбінің кішкене ақсап қалатын себептері, немесе басқа компанияға ауысып кететін себептері, ол компания көп жерде маркетингті жағымсыз жаққа аударып жібереді. Сол себепті көбі амал жоқ ауысуға тура келеді. Оны мен сіздерге ана жолы айтып кеттім ғой. Мысалы, сіз деген бір жерге жалдамалы жұмыскерге барып, сізге айтса, мысалы, Ақмарал ханым, сіздің айлық табысыңыз 700 мың болады, келісесіз ба деп, сіз келісемін дейсіз. 700 мыңға істеп жүресіз, бір ай істейсіз, 2 ай істейсіз, 3-ші ай сіздің зарплатаңызды 180 мыңға түсіріп тастаса, сіз ары қарай істей берер ме едіңіз? Сіз ойланасыз, айтасыз ғой, айналайын, жоқ, не үшін түсірдіңіздер, тағы да осылай жалғасатын болса, онда мен заявление жазып шығып кетейін деп айтасыз. Тура сол секілді мына сетевой бизнеста үлкен табыс тауып жүрген кезде, маркетингті аяқ асты өзгертіп жүрген кезінде, амал жоқ сетевиктер бір сұрайды, 2 сұрайды, өзгертпеуді основательден. Сонан кейін барады да, амал жоқ өзгертпегеннен кейін, жаман жаққа ауыстырып жүргеннен кейін басқа компания іздеуге тура келеді.
Әйтпесе сетевиктерде көп кінә болмайды негізінде. Ал енді ондай да адамдар бар, енді бір құмалақ бір қарынмай шірітеді дейді. Бір компанияда, керемет компанияға келіп тұрса да, басқа компанияға секіре беретін бір өзінің әдет қалыптасқан ба, бір жерде мына жерде бірдеңені жылтыратса, сол жаққа жүгіріп барады. Ол жаққа барады да көреді де, мына жақтан біреу бірдеңені жылтыратса, сол жаққа жүгіріп кетеді. Ондай адамдар да бар. Тұрақтылық деген нәрсе өте керемет нәрсе ғой. Әйтпесе тұрақтылықты білетін адам, егер мықты компанияға келетін болса, ол сол жерден көгеріп көктейді. Сол себепті сіздің адамдарыңыз міндетті түрде мына жерге келетін болса, 100% егер ниеті болатын болса, міндетті түрде жетістікке де жетеді, мықты орта табады, және де шет мемлекеттің бармаған, алла бұйыртса көреді ғой, қандай жерлерге. Заводтарымызға да барып көреді осы компанияның. Осы орта өте мықты ұнайды деп ойлаймын бұл жерге келген адамдарға. Өйткені мықты адамдар осы қазіргі осы біздің неге тартылып жатыр. Мен айтып кетсем, мысалы, көп 10 жыл болған компанияларда не жоқ, система жоқ. Ал біздің осы компанияға мықты 20 жылдық тәжірибесі бар, бір компанияның номер 1 чек болып отырған, мықты от новичка до топ-лидера деген өзінің кітап шығарған мықты желілік бизнестің майталманы, мықты маманы келіп, осы компанияда директор по развитию сети болып отыр қазір. Бақыт Баратовна деген ханшайым бізде, сол кісі осы компанияның қазір несін құрып отыр, системасын. Біздің мықты жас қыздарымыз бар. Айтып отырмын ғой, міне психологиядан, психосоматикадан мықты, орта өте жақсы. Досан мырзаның өзін білесіздер, кәдімгі оны қазақтың мықты мына менмендігімен, қазақи тұрғыда мықты сабақтар беретін, адамды тұлғалық несін қалыптастыратын бір сондай керемет үлкен азаматтар бар да бұл жерде. Орта өте жақсы, орта қалыптасып келе жатыр. Сол себепті бұл жерге келіп отырған, жаңадан келіп ойланып отырған адамдар болатын болса, ойланбаңыздар, шешім қабылдаңыздар. Адам баласына сіздің шешіміңіз сіздің өміріңізді, тағдырыңызды өзгертеді. Мен әрқашан айтамын ғой, адам баласына осындай бір адам арқылы біреуге себепкер болып бір ақпарат келеді. Миллионерлердің заңдылықтарын білесіздер ғой сіздер. Кто владеет информацией, дейді, тот владеет миром, дейді. Ал енді, какой информация надо владеть деген кезде, той, который можно продать, дейді. Енді мына компания қазіргі таңда можно продать, потому что бұл компания жайлы әлі ешкім білмейді. Рынок бізде бос жатыр. Бізде Қазақстанның рыногын жаулаудың өзіне, бізге қазір Қазақстанның нарығының өзін жаулаудың өзіне бізге өлдім дегенде бір 2 жыл керек қой. Сол 2 жылдың ішінде сіздер, 2 жылдың ішінде, міне бүгін кіргендер, ертең кіргендер, 2 жылдың ішінде сіздер осы компаниядан әрқайсыңыз 3-4 пәтерден алатын дәрежелеріңіз бар, сенесіздер ме? Бізде бір маркетингтің бағана мен сіздерге бір бинарымызды ғана айта салайын. Бинарымыз біздің 245 миллион жатыр. Басынан бастап ана амбассадорға шыққанға бір табыс көзінің өзінде 245 миллион жатыр. Ал бізде қаншама табыс көздері жатыр. Одан бөлік сыйақылар жатыр. Ойлап көріңіздерші. Сол себепті бұл жерде ойланбау, прям баспен кіру керек те, шешім қабылдау керек. Енді шешім қабылдау үшін бағанағы человек с богатым мышлением тағы айтып кеттім, алдымен отыру керек те, өзімен ақылдасу керек. На эмоциях кіріп кетпей, өзіңізбен ақылдасыңыз. Сіз істейсіз бе осы бизнеске? Бизнес жасауға сізге неңіз бар ма? Ішкі желанияңыз бар ма? Егер мен өзімнің армандарым бар, ұйықтап қалған армандарым бар, адамның арманы қай кезде жоғалады білесіз ба? Ең бірінші баласы туылған кезде өзінің арманы задний планға кете бастайды, архивке кетеді. Сол кезден бастап бұл өзінің арманын жоғалтады. Ана өзіңіздің шешелеріңізден сұрақ көріңіздерші. 70-тен асқан, 80-ге келген апаларыңыздан, мамаларыңыздан сұрақ көріңіздер, арманыңыз бар ма деп. Ой, сендер аман болсаңдар болды, менің арманым сол дейді. Шын мәнінде бұл кісілердің арманы өте көп, армандар, жеткілікті армандар болған. Ол армандарының бәрі қайда кетті білесіздер ме? Оның бәрі архивке кетті, арт жаққа кетті, келмеске кетті. Неге? Өйткені ең бірінші сіздер туылғаннан бастап өз арманын олар артқа тастап, сіздердің армандарыңыз үшін өмір сүрген. Ал шын мәнінде сол кісілердің армандарын архивтен шығарыңыздаршы.
таң қаласыздар қандай армандар бар екен. Сол армандарды сіздер де қазір осы жас күндеріңізден бастап сол арманды іске асыру үшін мықты қадамдар жасап, мықты шешімдер қабылдаған кезде ғана тағдырларыңыз өзгере бастайды. Сол сұрақтарыңыз бар ма тағы? Рахмет, Алмат мырза. Сұрақтарыңыз егер жоқ болатын болса, онда біз бүгінгі кешімізді, осы маркетингімізді аяқтайық. Мен әр вторник күні осылай презентация беріп отырамын. Жаңадан қосылатын, осындай жаңадан маркетингтен кішкене бірдеңке сұрайып, түсінбей жүрген адамдарыңыз болатын болса, онда сұраңыздар. Вторник күні адамдарыңызды қосып отырсаңыздар болады. Мен әрқашан сіздерге біліммен бөлісуге дайынмын. Енді біз бұл жерде негізінде маркетинг оқыған кезде білім емес қой, бұл жерде маркетинг. Маркетинг деген нәрсе біз презентовать етеміз, маркетингімізмен таныстырамыз. Ал енді білімді алу үшін көбінесе басқа уақыт керек оған. Сол, баршаңызға рахмет, бай қуатты болыңыздар барлықтарыңыз. Келесі оразаға дейін бәріміздің басымыз бүтін, отбасымызбен келесі оразаға жетуімізге Алла нәсіп етсін барлықтарыңызға. Бізге де, сіздерге де біліп білмей істеген кем-кетіктеріміз болса, ұлық Алла өзі кешірсін. Қопты. Онда біз тамамдайық. Бізде кім? Қуанышбек мырза бар ма екен? Мынаны өшіре ме? Бұның ана несін бағана запись жазып қойды ғой деймін, или запись жазбады ма екен? Қай жерден запись қай жерде екен бұның? Рахмет деп жазылмай жатқанын қарашы. Көп рахмет, сау болыңыз. Келесі эфирге дейін. Енді эфир сақталса жақсы болар еді. Мына жерде кіре алмай қалған ханымдар бар. Малы. Қалса. Мен бұл кітаптарды осы бөлмеге зорын өткен әкелмейді. Тек енді менің үшін оларға бұл бөлмеде орын жоқ сияқты. Бұл кітапта енді осы бөлмеде тұр. Beni korlap görsün. Korlap дейміз. Мен сені қорлап тұрмын чүкім. Мен сенің әйеліңмін. Не айтсам да сенің игілік үшін айтам. Тек егер сөздерім саған ауыр деген болса, кешір. Кешір, жұтым. Алайда бұл үйдегілер сені жұмыссыз деп атам. Мазақ қылғанда, ренжіп қылып, табысың аз болған үшін олар сені кемсіп. Саған ұрса береді, иығыңа сөздеріңді асып алып, мектеп аралап, кітап сатып жүргеніңе қатты қынжылам. Ал ондағы мұғалімдер мен қызметкерлер сенен қашқақтайды.
шықтың ба? Елнұр, шықтың ба? Шықтың ба?
Elnur қақпаны ілдің ба? Қақпаны ілдің ба?